Барлығыңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге кремі өте ерекше меренговый рулет дайындайтын боламыз. Кремі өте ерекше әрі нәзік болады. Мен қолданатын құрамдарды видеоның астында міндетті түрде жазып қалдыратын боламын. Неше граммнан қолданғанымды. Ол үшін бізде ақуыз, қант және де кукурузный крахмал немесе картофельный болады. Және де бізде лимонный кислота керек болады. Енді біз ең алдымен жұмыртқаның сарыуызын жақсылап қантпен араластырып аламыз. Қантты бірден қосу өте қателік. Сондықтан миксердің аз жылдамдығынан бастап жұмыртқа пенка болғанша қантты аз-аздан қоса отырып жақсылап араластыруымыз керек. Яғни толықтай пенка болғанша жақсылап араластырыңыздар. Миксер ыдыс бізде құрғақ болу керек. Алдымен жай миксердің ең жай жылдамдығынан бастаймыз. Алғашқында қант қоспаймыз. Ол сәл көбірек бастағанда қантты қоса бастаймыз. Осылай аз-аздан қантты қосып отырып, миксердің жылдамдығын көтеріп отырамыз. Яғни 2 минут сайын, 1,5 минут сайын. Енді мен мына жерде лимонный кислотаны жаңа, яғни жұмыртқаны қозғаларында қосу керек еді. Мен ұмытып кеттім, бірақ ол ештеңе етпейді, достар. Негізі қоспауға да болады, негізі қосса да жақсы да, жұмыртқаның жақсы көтерілуіне, яғни жақсы пенка болып, өзінің формасын ұстауға ол әсер етеді. Бірақ егер сіздің миксеріңіздің жылдамдығы жақсы болса, қантты жақсы араластырсаңыздар, ол өзі формасын сайтын болады. Сондықтан мен қоспадым. Яғни видео түсіру барысында оны қосуды ұмытып кетіппін. Бірақ ол ештеңе де етпейді. Жұмыртқаларын сосын міндетті түрде бөлме температурасында болсын. Ол егер жылы немесе суық болса, бізде дәл осындай меренга шықпай қалуы мүмкін. Енді келесі кезекте крахмалымызды қосамыз. Және дегенде біз оны миксермен қозғау болмайды. Себебі осы шыққан әппақ көпірігімізді бұзып алуымыз мүмкін. Сондықтан тек қана жақсылап лопатмен астын үстіне қарай жайлап қозғайтын боламыз. Астынан үстінен аккуратно араластырыңыздар. Енді осындай противенге саламыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Осындай конвекцияда пісірген жақсы. Сонда беті қытырлақ, жақсы кеуіп пісетін болады. Қызып тұрған пеште 20 минуттай пісіріп аламыз. Енді ең алдымен осылай жақсылап, түзулеп, яғни шыққан ақуызымызды, меренгамызды жақсылап жайып, біркелкі етіп түзіп жайып аламыз. Мінекей қазір бетінде жаңағы аздап толқындар пайда болады осылай піскен кезде. Менде осындай 20 минутта әдемі болып пісіп шықты. Беті осындай қытырлақ болып тұрады. Осындай бетіндегі толқындар оған өзіне өте әсемдік береді. Олай толқын болғанда қорықпай қойыңыздар. Бұл өзіне әсемдік, әдемілік беріп тұрады. Енді кезекте оны суытамыз, яғни бетін аударып, келесі пергаментке немесе келесі өзіміздің орамалға бетін аударып, суытып қоямыз. 20-25 минуттай суиды. Біз оған дейін кремін жасаймыз. Ол үшін бізге сливки, творожный сыр, сахарный пудра керек. Және де қазір бұл кремі ерекше дедік. Бұл жерде құпия кешьюдің менде пастасы. Яғни осыны қоссаңыздар болады. Мен 10 грамм қосам. Сіздер өз қалауыңызша 30 граммға қоссаңыздар, яғни ерекше нежный дәм шығатын болады. Бұның орнына тіпті фисташевый пастаны да қолдануға болады. Мен бұл жолы осы кешьюдің несін қолдандым. Ол да өте ерекше.
ең алдымен осы творожный сырымызбен сахарный пудрамызды жақсылап араластырып аламыз миксермен. Және келесі кезекте сливкімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Міне осы сәл көпіре бастаған кезде бізде жаңағы пастамызды қосатын боламыз. Яғни толық көпіргенде емес, жартылай көпіргенде. Және де қосып болған соң енді крем өзінің формасын толықтай ұстайтындай жақсылап араластыратын боламыз. Міне бізде осындай нежный крем шығатын болады. Осындай жақсы өзінің формасын ұстайтындай. Енді бұны өзіміздің арнайы, яғни кондитерский мешогымызға салып, рулетімізге жақсылап жағып шығатын боламыз. Кремді осылай толықтай жағамыз. Енді бұның үстіне біз кез келген жидекті қолдансақ болады, яғни құлпынай, немесе вишня, малина секілді. Мен бұл жолы малинаны қолданатын боламын. Қатырылған немесе свежий түрлерінде пайдалансаңыздар болады. Енді жақсылап оны сындырып алмай, яғни жақсылап орайтын боламыз. Яғни ұзын жағынан, енінен емес, ұзын жағынан жақсылап орап аламыз. Және де енді келесі кезекте оның бетін сіздер әртүрлі кремдермен, яғни крем алып қалып сәндесеңіз де болады. Немесе ештеңемен әсемдемеуге де болады. Дәл осылай қалдыруға болады. Немесе сахарный пудраны сеуіп қоюға болады. Мен осылай қалдырдым. Креміне бізде кеші қосылғандықтан өте дәмді болып шығады.